Қазақ әдебиеті сабағы, пән мұғалімі Оразбекова Мангүлшай Мұратқызы, тақырып Шыңғыс Айтматов, алғашқы ұстаз повесі және ұлттық мүдде. Сабақтың мақсаттарына тоқталатын болсақ, әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесінде кейіпкерлер жүйесін жасауда жазушының шеберлігін танытты. Шығармадағы басты кейіпкер Дүйсен мен Алтынайдың образына тоқталар болсақ, олар реалистік образ. Енді реалистік образ дегеніміз не дейтін болсақ, бұл нанымды образ. Мінез құлқы, іс-әрекеті, қоршаған ортасы, оның басынан өткен оқиға бәрі де өлшеулі. Себебі суреткер шыншыл образ жасау кезінде өзіне ақиқат шеңберінен шықпау керек дейтін ғана талап қояды. Автор Алтынай мен Дүйсеннің және шығармадағы басқа кейіпкерлердің бейнесін жасаудағы түрлі жолдары мен тәсілдерін қолдана білген екен. Автор қолданған әрбір амал кейіпкер образын ашуға өзіндік қызметін атқарады. Әдебиеттегі адамдардың ішкі бітімімен қатар сырт келбетін осы тұрғыдан түсінген жөн. Портрет бұл французша бейнеленген деген мағынаны береді. Әдеби кейіпкердің сырт көрінісін, кескін келбетін, бой тұлғасын суреттеу. Кейіпкердің мінез бітімін неғұрлым толық ашып көрсету үшін оның портретін мүсіндеудің зор мәні бар. Мысалы, Дүйсеннің портретін автор былай береді: бойы серейген, бүркіт қабақ, салауатты адам сияқты көрінетін деп береді. Ал білім қуып белгілі академик атанған Алтынайдың бейнесін мен көргенде шашына ақ кірген, толық келген, 50-лерге таянып қалған адам екен деп бейнелейді. Автор осы повесінде тек қана портрет қана бермейді, сонымен адамдардың ішкі мінез құлқын ашу үшін оларға мінездеудің тәсілдерін қолданады. Бұл мінездеудің тәсілдері тура мінездеу және жанама мінездеу бекке бөлінеді. Тек мінез жағынан ғана назар аударатын болсақ, осының өзін жазушы әртүрлі тәсілмен жасалған. Мысалы, бірі тура мінездеу. Мен бұл кісінің қарапайымдылығына, адамгершілігіне ішім жылып, бір күні ішімдегіні бүге алмай, оған былай дедім деп Алтынайды мінездейді. Бұл яғни тура мінездеу. Енді екінші тәсіл жанама мінездеуге келетін болсақ, бұнда төтеден сипатта болмайды. Жазушы мінез құлқын, әдет-ғұрпын анықтағысы келген жеке адамның немесе бір топ адамның өзі емес, оның қатысы бар өзге заттарды суреттеу арқылы әлгі адамның мінез құлқын, оның ғұрпын айқындайды. Мысалы, оның ащы айқайы, жартастардың басына жаншыла соғылып, аттылардың о жағына бір, бұ жағына бір шығып, жеңінен шығып тұрған тарамысты арық қолдарын шошаңдатып, жүгірген қара қатын қадірін білмейтін, ерінің үстіне топырақ шашып, кесек лақтырып, адамның зәре отын ұшырған зарлы дауыспен қарғап жатты. Бұл жанама мінездеу. Сонымен қоса, кейіпкерлердің тілі монолог және диалог түрінде де кездеседі. Монолог яғни бір адамның сөзі. Мына үзіндіге қарайтын болсақ, мен сені өмір бойы жанымнан алыс шығармас едім, бірақ менің білімім жетпейді. Қайтейін, оқу жолынан сені қалдыра алмаймын. Мен осы жерде тартыс таласпен балаларды оқыта беремін. Қолымнан келгенін аямаймын. Кейін сен де оқытушы болып, бала оқыта қалсаң, біздің жаман мектепте есіңе түсіріп күлерсің. Мейлі, лайым солай болғай, деген Дүйсеннің монологы арқылы оның бойындағы адами қасиеттерді көруге болады. Енді тапсырма беретін болсақ, қай сөздің анықтамасы берілгенін көрсет дейді. Көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы адам әдеби образ. Бұл кейіпкер. Яғни кейіпкер ол тұлға, оның болмысы мен мінезі, сөйлеу тілі автордың қиялы. Жалпы әдебиеттегі берілетін кейіпкерлердің дені автордардың қиялынан туындаған, бір дүниені яки айтқысы келген ойын жеткізу үшін пайдаланатын бейне. Енді мына үзіндіден мінездеудің қандай түрі берілгенін көрсетеміз. Мен бұл кісінің қарапайымдылығына, адамгершілігіне ішім жылып, бір күні ішімдегіні бүге алмай, оған былай дедім. Тура мінездеу, дүниеге көзқарасын суреттеу, портретін беру, жанама мінездеу.